Сәлем достар, Айсте банасына қош келдіңіздер. Мен Айару осындай банка жасадым. Өз-өзіңді бағалау, сенім жоғары болу үшін арнайы әдіс. Бұл яғни жетістіктер банкасы деп аталады. Бүгінгі не істедім деген сияқты өзіңе есеп бересің, сұрақ қоясың. Яғни өзіңе бүгінгі істеген жетістігіңді қағазға жазып отырасың. Достар, не осындай банка жасадым? Визуальный. Ол банка визуально көріп отыру үшін, жетістіктерді көріп отыру үшін, ол прозрачный банка болу керек. Не осындай? Не сыртына жетістіктер банкасы, яғни Айарудың жетістіктері деп жазылады. Ал кеттік. Айару ішіндегі алдыңғы күнгі бір күнгі жетістігіңді айтшы, өзің үшін жетістік болған. Кәне, ішіндегі көрсетсен салған. Біреуін алдым. Ал енді ашып көрейік. Алғаш биге барып медаль, диплом алдым. Иә, Айару алдыңғы күні барып медаль, диплом алған биден. Соны өзі үшін жетістігім деп банкасына салды. Одан кейінгі күнгі қағазды алып көрсетші кәне. Достар, ол міндетті емес, үлкен бір жетістікке жету бір күнде. Яғни өз-өзіңді бағалау үшін, яғни осы банканы жасалады. Яғни қағазға жазып отырасың бір күнгі. Мәселен, бірінші рет, алғаш рет тақтаға шықсаң, яғни доскеге, сабақ айтуға, қорықпай шықтым деп үйге келгенде осылай листокқа жазып банкаға салып қоюға болады. Әне, көрсетші кәне Айару. Алғаш рет дзюдоға барды. Иә, ол Айару бұрын барған, соны ішіне жазып қойды. Бұл банкеге, жетістіктер банкісіне бір аптада болған жетістіктерін, яғни жазу керек. Бір аптада. Қане? Енді үшіншісін көрек. Көр. Көрсет. Яғни банканы толтыру керек. Айару. Біз тек қана 3 күн болды. Так. Алғаш рет Айшамен мусор жинадық. Иә, Айару мен Айша алғаш рет дегенде осы үйдегі айналадағы мусорларды жинаған, яғни сол үлкен, яғни ол да жетістік қой, яғни өзі бағалау, табиғатты бағалау деген сияқты. Ол мусор жинау деген бір жаман нәрсе емес, ол табиғатқа пайдалы, өзімізге пайдалы. Сондықтан Айару өзінің жетістігі деп білді. Ол жетістік, яғни. Достар, жетістіктер банканың ішіне, мәселен, мектептен кешке келесің ғой, сол кезде, или көшеден келесің, сол кезде қағазды аламыз да, жазамыз. Мысалы, бүгін қорықпай тақтаға алғаш рет шықтым деп осылай жазуға болады. Или мектепте, или далада, осы көршілер, яғни осы далада, дворда, яғни қалада болсаңыз, дос тапсаңыз, дос таптым, алғаш рет достасуға өзім ұсыныс тастадым деген сияқты жазасыңдар осылай. Достар, және сіздер де осындай банка істеуге болады.
бұл әрине осындай прозрачный болу керек. Оны еще және толтыру керек. Иә, яғни мама магазинге жұмсағанда бірінші рет болады ғой, болады ғой. Соны да жазуға болады. О, міне менің жетістігім, алғаш рет өзім магазинге барып, нан әкелдім деген сияқты жазуға болады. Банка толған сайын өз-өзін бағалау, яғни ол орысша айтқанда самооценканы көтереді. Ана банка толған сайын ойлайсың, о, мен бірдеңе істеп жатыр екен ғой деп көрініп тұрады. Ал банкіге салмай, былай істегенде, былай жүргенде ол көзге көрінбейді ғой жетістіктеріміз. Сондықтан көзге көрініп, өзің біліп тұру үшін осылай банкіге салып отыруға болады жазып. Достар, үлкен жетістікке жету ол міндет емес. Иә, үлкен жетістікке жету міндетті емес. Өз-өзіңе көңілің толса болды. Сонда ғана бәрі жақсы болады, Айару? Иә, достар, сендер де осындай банка істеп көріңіздер. Күнде өздеріңіздің жетістіктеріңізді күнде жазып отырыңыздар. Кішкентай мелочь болса да жасай беріңіздер. Ерінбеңіздер. Және осындай банка аласыздар, прозрачный, именно прозрачный керек. Осындай бумага былай жабыстырып қойасыздар, скотчқа, сосын мына жерде өзіңіздің атыңызды жазасыз. Мен өзімнің атым жаздым, Айарудың жетістіктері. Ал сіздер өзіңіздің атыңызды жазасыздар. Сау болыңыздар.